Аққұлақ, яғни Мұзтау, Алтай тауларының патшайымы. Оңтүстік Алтайдан қазақстандық бөлігі таулы өзендер, көркем атыраптар мен көлдерден, самырсынды, шыршалы орманды аудандардан тұрады. Алтай таулары ежелден қасиетті болып саналған. Олардың бірі Аққұлақ тауы, нағыз құпиялар мен жұмақтардың, киелі аңыздардың мекені. Бұл тау әлемнің негізгі үш дінінде де киелі тауы болып саналады. Ол ғаламшардағы ең жұмбақ мекендердің бірі деп аталады. Оның аңғарларынан адамзат баласы ғасырлар бойы жер бетіндегі жұмақты іздеді. Ал оның шыңдары көптеген құдайлардың мекендейтін жері болып саналды. Ежелгі заманда Алтай таулардың етеген байлар мен ерімді жұртшылық, әрі тапқыр, әрі өте шебер адамдар мекендеген екен. Бұл халықты ұлылығын тек көк жүзіндегі күнмен ғана салыстыруға болатын хан басқарды. Бірде бейбіт тіршілік кешіп жатқан елдің өмір салтын бір жағымсыз жаңалық бұзып, Алтай ормандарында қар мен мұздан ғана тұратын бір түрлі құбыжық пайда болды деген қауесет тарады. Бәлкім, оның бір құлағы қардан да әппақ болғандықтан шығар. Ол Аққұлақ деп аталатын қарлы адам. Бірақ көп ұзамай-ақ Аққұлақтың жақсы адамдар мен бейбіт тұрғындарға зияны тигізбейтіні анықталды. Керісінше, ол орман мен тауларды жаулардың шапқыншылығынан қорғайды, табиғаттағы еркіндік пен бостандықты жақсы көрді. Ал осы тұста көрші тайпалардың бірінің басшысы мол дәулет пен сансыз байлықтың иесі болды. Қарлы адам туралы естіген ол басқа тайпа басшыларының, ел билеушілерінің арасында танымал болу үшін және оларды таң қалдыру үшін құбыжықты иемденуге шешім қабылдайды. Сөйтіп, қарлы адамды ұстаған адам бар байлығымның жартысын ала алады деп жариялайды. Көпшіліктің қарлы адамды өз жайына қалдыру туралы өтінішіне қарамастан, ондаған батырлар осы жұмбақ тіршілік иесін іздеуге, оны ұстап әкелуге асықты. Таулар мен ормандардан күні-түні іздеп, ақыры тапқанша тоқтамауға тырысты. Бостандықта өмір сүруге дағдыланған Аққұлақ қатты қорғанып, өзін ұстауға келген жауларына берілгісі келмеді. Бірақ ұзақ уақыт бойы аңдыған аңшылар ақыры қолға түсіреді. Сол кезде аңшылар қара адамы тірідей ұстай алмайтындықтарына көздері жеткен соң, оны өлтіріп әкелгеніміз үшін де марапат аламыз деп үміттеніп, оны өлімге қияды. Аққұлағы күн сәулесіне шағылысқан қарлы адам сөйтіп мерт болады. Батырлар оны алып кетуге жанына келеді. Бірақ олар қаншалықты күш иелері болса да құбыжықты көтере алмайды. Сөйтіп олар бос қайтады. Жергілікті жұртшылық өз қорғаушыларын жоғалтқанына қатты қайғырады. Аққұлақ құлаған жер биік тауға айналады. Оның жоғары жағы әрдайым қармен жабылған, әрі құлақ тәрізді көрінеді. Бұл тауға қараған адамдар қарлы адамды әрдайым мақтанышпен еске алу үшін Аққұлақ деп атады. Қазақстан мен Ресейдің шекарасындағы тау ең тартымды туристік нысандардың бірі болып қала береді. Ежелгі заманда оның шыңдарында түркі халықтарының ең жоғарғы әйел құдайы, барша балалар мен аналардан қамқоршысы Омай ана болған деп есептейтін. Аққұлаққа баратын жол оңай емес. Мұнда бірнеше мәрте болған адамдар оған аяқпен емес, жүрекпен бару керек дейді. Егер сіз осы жерлердің рухани күшіне сенсеңіз, олар да өз құпияларымен бөліседі деп жатады.